Мара тұр 7:30 кетті ғой, сағат қалып кетпіз ғой, пойыздың. Бабайсың ба? 7:30 кеткен ғой сағат. 6:50-де келетін бе? Иә. А? Иә. Будильниктерге қоймайсыңдар ма телефонды? 7:30 кеткен ғой. Тұр, кетіп барайық базарға. Тұр тез. Үйіп қалған ғой, жедемін бәрі тұрып жатыр. Кеттік Мара, босыш. Иә, тұрып жатыр. Базаға кеттік, базаға қалып кеткен шығар. Сәлем достар, сіздермен бірге Құралай Арқан сайын. Біз қайта оралдық. Бүгін кешкісін видеоны монтаждап салатын боламын. Біз қазір видео түсіруге бара жатырмыз. Бір-екі торттың заказдарын жібердік. Бір-екі торттарды алып кету керек. Біз қазір видео съемкаға барып, видеоны түсіріп, сосын үйге барып заказдарды жеткізіп үлгеру керекпіз. Сондықтан бізбен бірге болыңыз. Менің костюмім бар ішінде. Шығып болмайсың, шашымды қарар, болмай қалды. Мен пока жиналып шығам, ана торттың оформлениесін жасап тастаймын, мынаны істеп тастаймын дегенше бұл кісі бір ұйықтап тұрды ғой. Алло, нұрбүген? Қар жеңіп тұр. Таңертең съемкаға барып жатырмыз деп түсіріп едік. Әлі съемкаға барып жатырмыз. Өйткені сағат біз барған уақытта бос болмады. Сондықтан бізді кешкі сағат 9-ға шақырды. Біз үйге келіп, торттардың барлығын доставкасын жіберіп, бір-екі доставканы жасап келіп, сосын оформлениелерін торттың жасап бітіп, кешкі тамағымызды, шайымызды ішіп алып, енді видео съемкаға барып жатырмыз. Тамақты дұрыс ішкен жоқпыз. Өйткені WhatsApp-қа жазып жатыр. Алхамдулилля. Оған соған жауап береміз деп тамақ іше алмай қалдық, çünkü уақыт деп қалыпты. Қазір съемкаға барамыз, съемкада неше сағат болатынын білмейміз. Сол съемкадан шыққаннан кейін солардың видеосын алып, мен ары қарай клубқа кетемін, жұмыс жасаймын. Клуб дегенде компьютерный клубқа барады. Жамансып қалмаңыздар деп. Компьютерный клубқа барамын, сол жерде барып монтаж жасаймын, сайт жасаймын, таргетингтің жарнамаларын жасаймын. Өйткені біздің ноутбук сынып қалды, сондықтан жұмыс жасау мүмкін емес. Сондықтан компьютерный салонға барып жұмыс жасайды. Бұл күндердің барлығы тарих. Құдды бір кітаптың кейіпкерлері сияқты. Бірақ бұл біздің өміріміз. Бірі толбыра тартып отыр екен десем. Алматыда уже подъемка деген қалай аталады? Қазақша? Жол асты жүріп. Ай жерге зарядта болып отыр. Адай. Асып қалып. Ай жерге суал болады. Почтамат бар екен, майпост. Туалет бар екен. Туалет көрсетіп кетсең де. Мына жерден бірінші рет тұтқан сияқты. О, камера. Қайттық съемкадан. Не болған айтып бересіз ба? Ой, там ұнамай қалды. Ұнамай қалды. Бұл жерде тек қана фон беріледі екен. Иә, фон ғана беріледі. Одан кейін өте қымбат. Одан кейін оның жарықтары видеоға жарамайды екен. Бізге видеоға керек.
жарайды, ештеңе етпейді. Біз оның орнына видео түсіреміз. Құралайдың Құдай берген абойы бар. Абой фон. Соған түсіреміз. Наждама, наждама. Қайшына өтеміз. Сонымен, попытка номер 2 не удалась. Бүгіндікке екінші рет бар, екінші рет қайтып келе жатырмыз. Еще ішінің көрсетпейді ғой. Хабарласып көрсетейік десе, жоқ. Қазір келіп тұрмыз десек, бізде съемка мынау 9-да келіңіздер деп. Ана 9-да келіп 9-да да болды. Одан алдында бізге бірінші ақша лақтырыңдар. Ана мынау деген сияқты. Одан кейін ұнамай қалса амал жұрт түсіретін сияқты. Қалайсың мысық? Сәлем, шүкір жақсы, өзіңіз Новый қалайсыз? заттан қалай екен? Міне, өте керемет телефон. Маған қатты ұнады. Әр нәрсенің қайыры бар деген нәрсе рас екенше. Телефонды жоғалтып алдым. Ана сынық телефоннан құтылдым. Оның орнына осындай су жаңа телефон 2018 жылғы және өте керемет, анадан қарағанда білмеймін қанша есе керемет екен. Эмоциям бәрі негізі ішіме сыймай бара жатыр, өте қуаныштымын. Ағама рахмет үлкен, ағам сыйлады. Сен мұрт адам мама беріп жүр. Может, мама мен папа сыйлаған шығар? Жоқ, ағам болған екен, оказывается. Теміртаудан келді на телефон бүгін. Енді айтамын, неше пакетке оралған, қанша киімге оралған. Уже сообщение отыр. Ужас айтамын. Шай қойып бәтім. Шай ішейік өзіміз. Өзіміз отырып бір шай ішейік. Күшті? Және де құрт. Суши. Мынандай жаңғақ. Құрма. Науат. Осындай заттар беріп жүреді мына қыздың мамасы. Менің ғана мамам емес, по идее, да? Деп, бұл жерде ендігі видеода өзі айтып кеткен. Менің мамам беріп жүрді. Десе, біздің мамамыз беріп жүрді. Шай ішіп жатырмайыз. Баршаңызға ас болсын. Құрт жеп отырмын. Менің түрімді көре бере ма, не олар? Бірақ мен сағын қалған шығар, сағын қалдыңыздар ма? Қайтып қылайын дедім. Біз үстіне екі аяғым отырамын осы. Өзіне көп алып қойды деген осыны. Қанша пакет шықты. Реттеп жатырмыз. Қайда мұсыға сағанымыз көп қой. Товар келген пакеттер, тағы нәрсе келген пакеттер. Осы осыларды жинап жатырмыз. Мысығым. Солай, уборка жасап жатырмыз. Ертең Алла қаласа, таңертең мен больницаға баратын боламын. Ем алып бастаймын Алла қаласа. Уколдар, системалар. Енді күнде 1-2 сағатым осындай системалар алумен кететін болады. Егер ауырып жүрген болсаңыздар, баршаңызға Алла шипасын берсін, тез жазып кетіңіздер. Бір коробка дәрі деген ужас қоя қыздар, ужас. Ауырмаңыздар бұлай. Вообще ауыруға болмайды қазір. Ең керемет кітап ол пайғамбарлар қиссасы деп нақты айта аламын. Себебі өте керемет кітап. Пайғамбарлар қалай келді, олардың мұжизалары, барлығы жазған өте керемет кітап. Оқып көрсеңіздер болады. Әрбір оқиғасы енді керемет. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, тек қана оқу керек.
Өте керемет кітап. Мен ойлаймын, даже балалардың өздеріне оқып берсе, кәдімгі ертегідей тыңдап отырып, кәдімгідей беріліп, сондай-ақ тыңдайтын кітаптардың бірі болады. Себебі барлығы өте керемет жазылған. Маған ұнады. Бүгінгі влог сіздерге қызықты болды ма, қызықты болмады ма білмеймін. Құралай әркім сайынға қайта оралдым. Ол маған кішкене ыңғайсыздау болып жатыр, себебі кішкене күнде әр моментті түсіруді ұмытып кете беремін деген сияқты. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ертең одан да қызығырақ болады деп ойлаймын. Сондықтан сіздермен бірге Құралай әркім сайын түндеріңіз қайырлы, тыныш болсын.